Сәлем достар, әлем бойынша көп адамдар қазіргі таңда әртүрлі мақсатта Reddit сайтын пайдаланады. Тіпті Қазақстан бойынша да сол жердегі мәліметтерді оқитын адамдар саны аз емес. Дегенмен осы күндерге дейін оны орыс тілінде оқуға мәжбүр болдық. Бірақ жақында бәрі өзгерді. Себебі YouTube'тағы сегізаяқ арнасы Reddit'тегі посттарды қазақ тіліне аударып және дыбыстауды бастаған. Мен өзім оларға тіркелгенмін және 1-2 күнде барлық видеоларын көріп тастап, енді тағы жаңа видеоларды күтіп отырмын. Ал сіз олармен таныс болмасаңыз, астында дәл сіздерге арнап сілтеме тастап кетемін. Сол арқылы олардың шығармашылығымен таныса аласыздар. Олар өте мықты контент жасайды, шын айтам. Я достар, Jiraiya жайлы видеоның Reddit'ке не қатысы бар деп ойлаған шығарсыздар. Егерде Наруто әлемінде Reddit сияқты сайт болса, онда Jiraiya ондағы ұятсыздау әңгімелерді үзбей оқитын еді. Ал енді оның онсыз да ұятсыз өмірін бастайық. Jiraiya Konohada дүниеге келді. Ол Shinobi Академиясын аяқтап Hiruzen Sarutobi'нің командасына түсті. Hiruzen өз командасын қоңыраушалар арқылы сынаған кезде Jiraiya оның барлық дерлік тұзақтарына түсіп қалып жатты. Командаға түскен ол бірден өз командаласы Tsunadеге жылы лебіз таныта бастады. Алайда ол нағыз құсқұмар болған соң Tsunade оған онша мән бермеді. Ал Tsunadeның төсі үлкейіп, ол бой жете бастаған сәтте Jiraiya оған шынымен де ғашық болып қалды. Бір күні Tsunade Jiraiyaның оны ыстық бұлақтарда аңдып отырғанын көріп қойып, Jiraiяны оңбай төмпештеп тастайды. Өз күшін молайтуды жоспарлап, ұстазы Hiruzenмен жаттығу жасап жүрген Jiraiya қате шақырту дзюцуынан кейін Бақалар тауына түсіп кетеді. Сол кезде Огама Сеннин оған Jiraiya мықты шиноби болатынын және ол әлем кезуші болып жүргенде бүкіл әлемді құртатын не оны көркейтетін шәкірт тәрбиелейтінін айтады. Бақалар тауынан Jiraiya өте күшті болып оралады және біраз уақыт өткен соң Hiruzen командасы таратылады. Дегенмен Orochimaru, Tsunade және Jiraiya көптеген миссияларға бірге қатысып, әлемдік шинобилер соғысында да бірге шайқасты. Бір шайқас кезінде олар әлемдегі сол кездегі ең мықты шиноби Саламандра Ханзомен шайқасып тірі қалады. Сол үшін Ханзо оларға құрмет ретінде 3 атақты Саннин атағын берді. Сол шайқастан соң Jiraiya 3 Амегакурелік жетімді бағып, оларға өз-өздерін қорғау тәсілдерін үйрету үшін жасырын жаңбыр ауылында қалып қалады. Тек 3 жыл өтіп, Нагато, Яхико және Конанның қанаттары қатайған соң, Jiraiya оларды үлкен өмірге қосты және өзі Конохаға қайта оралды. Сол кезде Jiraiya өз командасы да болды. Оның шәкірттерінің бірі Минатоны ол әлемді өзгертетін бала деп ойлады. Себебі Минато өте талантты еді. Минато өскен соң өз ұстазы Jiraiяны Rasengan атты мықты техникаға үйретті. Және Jiraiyaның теңдесі жоқ қаһарман жайлы оқиға кітабын қатты ұнатқан Минато өзінің ұлының есімін сол кітаптағы бас кейіпкердің есімімен, яғни Наруто деп қоюды көздейді. Jiraiyaға 3 рет Хокаге болуға мүмкіндік түсті. Дегенмен ол Хокаге титулынан 3 рет бас тартты. 9 құйрықты түлкі Коноханы тегістеп жатқанда Минато қаза тауып, оның чакрасының бір бөлігін өз ұлы Нарутоның денесіне мөрлейді де Jiraiyaға бақа арқылы Нарутоға сол чакраны бақылауға көмектессін деген тілек білдіреді. Ал Orochimaru ауылдан қашқан сәтте Jiraiya өз жақын досын тоқтатуға тырысады. Алайда Orochimaru сонда да қашып кетеді. Сол сәттен бастап Jiraiya Orochimaru қосылған Акацки ұйымын аңдуды қолға алады. Jiraiya ауылға тек Наруто Чунинсесын тапсырып жатқан кезде оралды. Нарутоның секси дзюцуына риза болған Jiraiya оған призыв арқылы бақа шақыртуды үйретті. Және Orochimaru Нарутоға қойған мөрді Jiraiya оңай алып тастайды. Orochimaru Коноханы қиратуды кіріскенде Jiraiya Orochimaru жыландарын өлтірумен болды. Hiruzenге көмектесуге келген Jiraiya ұстазының Orochimaruдің қолынан өлгенін байқайды. Ал Orochimaru ол кезде қашып кеткен еді. Артынан Jiraiya Tsunadені іздеу миссиясына қатысады және сол кезде ол Нарутоға Rasengan қолдануды да үйреткен еді. Алайда Наруто Rasenganның соңғы формасын игере алмай жүрді. Келесі күндері олар Tsunadені тауып артынан Orochimaruмен шайқасқа түседі. Сол кезде Наруто Rasenganның толық формасын көрсетеді және Jiraiya сол шайқаста өзінің техникалар көп, өте мықты шиноби екенін көрсетті. Содан кейін Наруто мен Jiraiya басқа қалада жүрген уақытта олар Итачи мен Кисамені кездестіріп, Jiraiya сол екеуімен шайқасқа түсті.
Қысқа шайқастан соң Итачи мен Кисаме шегінгенді дұрыс деп есептеді. Канохаға қайта оралған соң Наруто Саскені қайтаруға аттанып жеңіліске ұшырайды және сол қылығымен анимені одан әрі соза түседі. Сол себепті Джирайя Нарутоны өзімен бірге 3 жылға дайындыққа алып кетеді. Осы 3 жыл ішінде Акацуки Нарутоға жақындай алмайтын еді және осы 3 жыл уақыттың ішінде ол өзі жалғыз Акацукиге қарсы төтеп бере алатындай дәрежеге жетуі керек еді. Артынан Джирайя әртүрлі филлерлерде көрсетіліп, Наруто Шиппуденде де анда-санда бір көрініп тұрды. Дегенмен Джирайя екінші қатарға ығысып шайқастарға көп қатыспады. Тек Акацуки лидері Пейнді тапқанда ғана Джирайя өз күшін толығымен көрсетіп, Пейнді жеңуге сәл-ақ қалды. Сол шайқасқа оны жібергісі келмеген Цунаде оны ауылда ұстап тұра алмады. Хашигаки Кисаме Джирайяның қабілеттерін өзінікінен жоғары деп есептеді, ал оның әріптесі Итачи Кисаме екеуі қосылып төбелессек те, оны жеңе алмаймыз деген шешімге келді. Какаши Джирайяны бірге бір шайқаста жеңу мүмкін емес деп айтқан еді. Якуши Кабуто бәрінен бөлек Джирайяның денесін тауып, соны тірілткісі келді. Джирайя нинджутсу мен кинджутсу мастері болды. Денесі ірі болған соң ол үлкен физикалық күшке ие болды және сенджутсу чакра арқылы ол өз тайджутсусын едәуір күшейте алатын. Одан бөлек Джирайя генджутсудан да хабары өте мол еді, ал оның чакрасының ауқымды болуы оған өте үлкен бақаларды шақыртып, бақалардың көмегімен өз тыңшылық қабілеттерін жақсарта алуына мүмкіндік берді. Джирайя шайқас барысында анализ жасап, өз стратегиясы мен тактикасын дұрыс қоя алатын жағдайда болды. Сол үшін де ол саннин және сеннин дәрежелеріне бірдей қол жеткізген еді. Ал осымен видеоны аяқтаймыз. Видео ұнаса лайк пен комментарийді аямай, арнаға тіркеле отырайық және сегізаяқ арнасына тіркеліп, қазақша Reddit'ті тыңдауды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Сау болыңыздар.